Кешкі самал Алматы көшелерін баяу тербеп, қаланың үстіне бір түрлі мұңлы тыныштық орнатқан. Аспан сұрғылт, күннің соңғы сәулесі таулардың етегіне сіңіп барады. Сол бір сәтте уақыттың өзі де баяулағандай көрінетін. Ал Нұрсұлтан үшін уақыт әлдеқашан тоқтап қалған еді. Ол тағы да сол жерге келді. Сол орындық, сол саябақ, сол иіс. Бәрі өзгермегендей. Тек бір нәрсе ғана жетіспейді. Сен тағы кешіктің, деді жұмсақ дауыс. Нұрсұлтан басын көтерді. Ол Айсәуле. Сол қалпы, сол күлкі, сол көздер. Жыла, тірі. Кешір, деді ол жай ғана. Әдетің ғой, деп күлімсіреді қыз. Оның даусында өкпе жоқ. Тек таныс жылылық бар. Олар қатар отырды. Әңгіме баяу басталды. Күнделікті сөздер, жай әңгіме. Бірақ Нұрсұлтан үшін әр сөз қазына. Әр сәт мәңгілік. Бүгін қала әдемі, иә, деді Айсәуле. Сен барда бәрі әдемі, деді ол ойланбастан. Қыз жымиып көзін тайдырды. Сен өзгермепсің. Бірақ дәл сол сәтте бір нәрсе сыр берді. Қыздың көлеңкесі. Жоқ, Нұрсұлтан сәл кідірді. Айсәуле. Иә. Даусы бар. Бейнесі бар. Бірақ көлеңке жоқ. Ештеңе емес, деді ол тез. Жүрегі бір түрлі соқты. Мүмкін жарықтан шығар. Өзін жұбатты. Әңгіме жалғасты. Бірақ енді оның ішінде бір күмән пайда болды. Кішкентай, бірақ өткір. Сен есіңде ме, деді қыз кенет, біз алғаш қайда кездескенбіз. Әрине, деді Нұрсұлтан сенімді. Бірақ сөздері тоқтап қалды. Сурет анық емес. Бұлыңғыр, өзгергендей. Біз кафеде. Жоқ, деді қыз жай ғана. Жымиып, бірақ бұл жолы оның күлкісінде бір түрлі мұң бар. Сен ұмытып бара жатырсың. Жүрегі шым етті. Жоқ, мен бәрін білемін. Онда неге есіңде жоқ? Үнсіздік. Ауыр. Сол сәтте жел көтерілді. Жапырақтар сыбдырлады. Ал Айсәуленің бейнесі бір сәтке бұлдырап кетті. Нұрсұлтан орнынан атып тұрды. Айсәуле, мен мұндамын, деді ол баяу. Бірақ даусы алыстан шыққандай. Бөтен. Саған не болды? Маған емес. Саған. Оның жүрегі тоқтап қалғандай болды. Бұл не деген сөз? Айсәуле оған ұзақ қарады. Көзінде шексіз мұң. Және бір жасырын шындық. Сен мені сүймейсің. Сен мені есіңде сақтап жүрсің. Сол сәтте бәрі үнсіз қалды. Желде, қалада, жүректе. Ал Нұрсұлтан алғаш рет қорықты. Өйткені ол сезді. Бір нәрсе дұрыс емес. Және бұл жаңа ғана басталды. Түн баяу Алматы үстіне төніп, қала шамдары бірінен соң бірі жанып, қараңғылықты әлсіз ғана сейілтіп тұрды. Бірақ Нұрсұлтанның жан дүниесінде жарық емес, керісінше күдік қоюлана түскен еді. Өйткені бүгін Айсәуле өзгеше болды. Ол үйіне қайтты. Бөлме тыныш. Бәрі орнында. Бірақ ішінде бір нәрсе жетіспейді. Түсініксіз бос кеңістік. Айнаға қарады. Өзі. Бірақ көзі шаршаған. Бұл не болды? Айсәуленің сөздері қайта жаңғырды. Сен мені есіңде сақтап жүрсің. Жоқ, бұл мүмкін емес. Ол телефонын алды. Галерея. Суреттер. Айсәуле. Күліп тұр. Тірі. Жанында өзі. Көрдің бе, бәрі бар. Өзін жұбатқысы келді. Бірақ бір нәрсе тағы көзге түсті. Суреттердің датасы. Жоқ. Қалай? Ол басқа суреттерді ашты. Достар, отбасы. Барлығында дата бар. Тек Айсәулемен түскен суреттерде жоқ. Жүрегі суып кетті. Бұл қате шығар. Ол әлеуметтік желіні ашты. Айсәуленің парақшасын іздеді. Таппады. Мүмкін өшірген шығар. Достарына жазды.
Айсәуле қайда? Жауап келді. Қай Айсәуле? Қолы дір етті. Не айтып тұрсыңдар? Тағы жауап. Біз ондай адамды білмейміз. Телефон қолынан түсіп кете жаздады. Жоқ, бұл мүмкін емес. Ол шкафқа жүгірді. Ескі заттарды ақтарды. Хаттар, билет, естеліктер. Бірақ ештеңе жоқ. Айсәулеге тиесілі бірде бір зат жоқ. Жоқ. Тынысы тарылды. Кенет есіне бір нәрсе түсті. Саябақ. Бүгінгі кездесу. Ол жүгіріп шықты. Түн ортасы. Көшелер бос. Жүрегі қатты соғып тұр. Саябаққа жетті. Сол орындық. Сол ағаш. Сол жел. Бірақ ешкім жоқ. Айсәуле. Жауап жоқ. Тек жел сыбыры. Ол орындыққа отырды. Қолымен сипады. Суық, бос. Сол сәтте бір әлсіз сыбыр естілді. Сен кешіктің. Нұрсұлтан селк етті. Айсәуле. Бірақ ешкім жоқ. Тек оның дауысы. Естеліктей. Көзін жұмды. Сол сәтте көріністер келе бастады. Аурухана. Ақ қабырғалар. Жарық. Айсәуле. Әлсіз. Көзінде қоштасу. Ұмытпа мені, деді ол баяу. Жүрегі сынып кетті. Жоқ, бұл өтірік. Көзін ашты. Түн. Саябақ. Жалғыздық. Сол сәтте ол түсінді. Бір нәрсе жоғалған. Және ол ешқашан қайтып келмейді. Ал оның ішінде Айсәуле әлі тірі. Бірақ шындық басқаша еді. Түннің қою қараңғылығы Рысқұлов көше үстін толық жапқанда қала тынышталып, тек алыстан естілген әлсіз дыбыстар ғана тіршіліктің белгісіндей сезілетін. Бірақ Нұрсұлтан үшін сыртқы әлемнің мәні қалмаған еді. Өйткені ол енді шындыққа жақындап келе жатты. Ол үйіне қайтты. Баяу, салмақты қадаммен. Бұрынғыдай асығыс емес. Қашатын жер жоқ екенін түсінген адамдай. Бөлмеге кірді. Жарықты жақпады. Қараңғылықта тұр. Тыныш. Егер сен шынымен жоқ болсаң, деді ол сыбырлап, онда мен сені неге көремін? Жауап жоқ. Бірақ ішінде бір сезім қозғалды. Ол көзін жұмды. Сол сәтте бәрі өзгерді. Жарық, жылы, таныс. Айсәуле қасында күліп тұр. Сен тағы ойға кеттің, деді ол жай ғана. Нұрсұлтан көзін ашты. Жоқ, бұл шын емес. Неге олай дейсің? Деді қыз жұмсақ. Өйткені ол тоқтап қалды. Сөздері жетпеді. Өйткені сен жоқсың. Үнсіздік. Айсәуле оған ұзақ қарады. Бұл жолы оның көзінде жылылық емес, қайғы бар еді. Мен жоқ емеспін. Мен сенің ішінде бармын. Жүрегі ауырды. Бұл дұрыс емес. Сен өзіңді алдап жүрсің. Қыз бір қадам жақындады. Жоқ, деді ол баяу. Сен мені жібермей жүрсің. Сол сәтте айнала өзгере бастады. Саябақ, орындық, ағаштар, барлығы жоғала бастады. Орнына бос кеңістік келді. Ақ, шексіз. Бұл не? Бұл сенің санаң, деді Айсәуле. Ал мен сенің естелігіңмін. Нұрсұлтан тізерлей кетті. Жоқ, мен сені сүйемін. Айсәуле басын шайқады. Жұмсақ, бірақ анық. Жоқ, сен мені сүймейсің. Сен мені ұмытқың келмейді. Бұл сөздер жүрегіне қадалды. Айырмашылығы бар ма? Даусы әлсіз шықты. Бар, өте үлкен. Ол баяу түсіндіре бастады. Сүйіспеншілік еркіндік береді. Ал сен мені байлап қойдың. Көзінен жас сырғып кетті. Мен сені жоғалтқым келмейді. Сен әлдеқашан жоғалттың. Үнсіздік. Ауыр. Шынайы.
Сол сәтте жаңа көрініс пайда болды. Аурухана. Тағы да. Айсәуле төсекте. Әлсіз. Соңғы сәт. Мені босат, деді ол сыбырлап. Нұрсұлтан көзін жұмды. Жүрегі сынып барады. Мен дайын емеспін. Бірақ уақыт дайын. Сол сәтте ол бәрін түсінді. Бұл кездесулер, бұл әңгімелер, бәрі оның ішінде болған. Ол өзі жасаған, өзі сақтаған, өзі тірілткен. Айсәуле оған соңғы рет қарады. Егер мені шынымен сүйсең, жібер. Жүрегі тоқтап қалғандай болды. Бұл соңғы шындық еді. Және ол таңдауға мәжбүр болды. Таң шапағы қаланың аспанын баяу бояп, жаңа күннің тынысын әкелді. Кеше ғана ауыр, тұнжыраған түн артта қалғандай. Бірақ Нұрсұлтан үшін бұл таң жай ғана жаңа күн емес. Бұл аяқталу және басталу. Ол көзін ашты. Бөлме тыныш, жарық, бәрі қалыпты. Бірақ ішінде бір өзгешелік бар. Ауырлық жоқ. Ол орнынан тұрды. Баяу, сезімдерін тыңдап. Айсәуле. Жауап жоқ. Бұл жолы ешқандай дауыс естілмеді. Ешқандай елес көрінбеді. Жүрегі бір сәтке шым етті. Бірақ бұл бұрынғыдай ауыр емес еді. Бұл қабылдау еді. Ол терезеге жақындады. Қала оянып жатыр. Адамдар жүр. Өмір жалғасуда. Демек шынымен кеттің. Даусы тыныш шықты. Бірақ сол сәтте ішінен бір жылулық өтті. Бейтаныс емес. Таныс. Жылы. Ол көзін жұмды. Және алғаш рет Айсәулені көруге тырыспады. Бірақ есіне алды. Шынайы, өзгермеген, бұзылмаған. Оның күлкісі, даусы, соңғы сөзі. Мені босат. Нұрсұлтан терең дем алды. Кеудесі кеңіді. Жарайды. Бұл жолы шынымен ол сыбырлады. Қош бол. Сол сәтте ештеңе өзгермеді. Жарықта, бөлмеде, қалада. Бірақ ішінде бір нәрсе босап кетті. Ауыр жүк. Көрінбейтін. Бірақ жылдар бойы ұстап тұрған. Ол алғаш рет түсінді. Айсәуле оның ішінде жоғалмаған. Ол тек байланбаған. Енді ол естелік. Таза. Ауыртпайтын. Нұрсұлтан жай ғана күлімсіреді. Жеңіл. Шынайы. Себебі ол енді білді. Сүйіспеншілік ұстап қалу емес. Жіберу. Ал кейде ең ауыр қоштасу, ең шынайы махаббаттың дәлелі. Қала тіршілігін жалғастырды. Уақыт алға жүрді. Ал Нұрсұлтан алғаш рет өткенде емес, қазіргі сәтте өмір сүре бастады. Және сол сәтте оның жүрегінде бір ғана тыныш ой қалды. Мен сені ұмытпаймын. Бірақ енді сені ұстамаймын.